Баршаңызға қайырлы күн достар. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте оңай, уақытыңыз аз кезде тез дайын болатын кешкі ас дайындайтын боламыз. Алдымен бізде духовкамыздың табасын осылай жақсылап астын майлап алуымыз керек. Жақсылап майлаңыздар, жабысып қалмайтындай. Енді осы табамызға жіңішкелеп домалақтап туралған картоп саламыз. Осындай жұқа етіп тураңыздар. Толығымен бір қатар қып тізіп шығамыз картопымызды. Енді осының үстіне майонезді жағып шығамыз. Сіздерге қалай ыңғайлы, солай жағып шықсаңыздар болады. Енді осының үстіне ет тартқыштан өткізілген фарш керек. Фаршқа тұз салып, жақсылап қолымызбен араластырамыз толығымен. Керекті ингредиенттердің грамдарын видеоның астында описанияда қалдыратын боламын. Енді осы фаршымызды картоптың үстіне тегіс етіп жайып шығамыз. Барлық жеріне тегіс етіп бірдей етіп жайыңыздар. Енді қара бұрыш сеуіп шығамыз. Осының үстіне майонез жағамыз. Майонезді барлығын жеріне толығымен жағылу керек. Енді осының үстіне ұсақтап туралған пиязымызды саламыз. Мен ұсақтап турадым, мантыге турайтындай қылып. Осының үстіне майонез саламыз. Әр қабатқа міндетті түрде майонез жағып отырасыздар. Енді осының үстіне екінші қатар картопты жайып шығамыз. Осы қатардың картоптың үстіне кішкене тұз себіңіздер. Менде видеода көрінбей қалған екен. Екінші қатар картоптың үстіне тұз себу керек. Ұмытпаңыздар. Енді осының үстіне тағы да майонез жағамыз. Құрметті көрермен, егерде менің каналыма келген жаңадан көрермен болсаңыз, подписаться батырмасы арқылы өзіңізге тіркеп алыңыз, келесі видеоларды жіберіп алмас үшін. Енді майонез жаққаннан кейін осының үстіне қызанақты жайып шығамыз осылай. Майонез жақтым қызанақтың үстінен. Енді осыны қызып тұрған духовкамызде 180 градуста 45 минут пісіріп аламыз. Картобы жұмсарғанша. Тексеріп отырыңыздар. Міне 45 минуттан кейін бетіне үккіштен өткізілген ірімшікті саламыз осылай. Осылай ірімшік еру үшін тағы да 5 минутқа духовкаға кеп салып аламыз. Осымен кешкі асымыз дайын. Оңай дайындалады және көп уақытыңызды алмайды. Міне осындай әдемі болып шықты. Дәмі де керемет. Сіздерде жасап көруге кеңес беремін. Сау болыңыздар.